достар, бүгін елордамыздың төрінде астанамызда Қараша Тестап туризмнің маусымымыздың финалдық ойынын ашық деп жариялайды. Құрметті достар, бүгін Тестаптың 7-ші маусым 3-ші сайыс өтті. Сіздерге ойын бойында өнеріміздеріңіз болатыныңызды, үлкен күнімізде және одан кейінгі 60-жылға кейінгі өзімізде инста байқауға қатысу дәстүрі орнында біздің ОСК бойынша өнерменде шипалы ұсынған шағын ғана сыйлық ұсынатын ерекше серіктесіміз осы инста қалып көру деген шәдеттерді көргізге қатты дайындаламыз. кез келген сторис Қайсыны? бұл алда болатын нәрсе. Жалпы біздің туризміміздің ол флеш энергетикалары өткен ойында ал сәттілік жігіттер қатысушы болған үздік ойыншыларға өзінің энергиясын сонымен қатар атап өткен ОСК бойынша және Зани кофейнясы өзінің тәттілері және кофесін ұсынады. Ендеше брейнсторм командасы біздің қазақша интеллектуалдық қозғалыстың Беткеспар командасы, Беткеспар командаларының бірі, яғни былайша айтатын болсақ, тәжірибесі аса кең, аса жүлдеге үміткер команданың бірі. Бірінші тур, бірінші кезең, финалдық ойын, бірінші сұрақ мынадай. Қазақта қандай жырау болмаған? А. Қабан, Б. Марқасқа, С. Елтірі, Д. Сыбыра. Қабан емес пе бізде? Яқылған әлі жазсын. сыпырадан басқасын естімеген Елтірі деген естіген сияқты. сыпыраны ғана біліп қалған Бәрі марғасқа деді ма? Бәрі марғасқа сыпыраны ғана естігіп сөйтіп сыпыра дейсің ғой жауабы Қабан шығар. қабан бар шығар ол деген марғасқа бар шығар Марғасқа, иә. Марғасқа деген сын есім ретінде келеді ғой. Марғасқа азаматтықта деген. елтірі деген термин қай елде жазғы олимпиада ойындары өтпеген? А. Швейцария, Б. Швеция, С. Финляндия, Д. Нидерланд. Швейцарияда қол оймақ қой жазғысы болмаған шығар вот а можно западло Нидерланды болады а енді Нидерланд Швейцария Жүйесінің ең үлкен серік А.Ай, Б. Ганимед, С. Титан, Д. Фобос. Афины, Париж, Лондон, Лос-Анджелес, Лондон, Стокгольм, Жиырма, Лос-Анджелес, Швейцария точно болған. Сұрақ кешкі сағат 5-те, яғни қазір, минут және сағат стрелкалары қанша градус бұрыш жасайды? А. 120, Б. 135, С. 150, Д. 165. Уақыт 180 подождем жүреді 3 90 4 90 мына жерде каждый 30 градустан 3 градус бар поясни 5 бар 30 Жиырмадан болса, отыздан болса, иә. 150 болады Қалай есептедіңдер? мынау деление үшке бөлесің ғой сол кезде каждый деление 30 градус Жақты дегеніміз не? А. Әбзел, Б. Үйім, С. Жиһаз, Д. Әшекей. Киім ба? Жатты деген бар ма? иә не жиһаз не
шестой сұрақтан біліп көріңіз. Жиһаздар дегенде. Всегда осы бірінші турда всегда болады, Иә. негізі ешқайсысы Күміс жақ деп айтады. Киім. Күміс жақ. Күмістің әшік емес пе? Ай, әшекей шақ. Жоқ. Жоқ, жақ деген киім. Жақыбай. Киім бе? Давайте киім бе? Yes. Алтыншы сұрақ бүкіләлемдік кітап және авторлық құқық күні 20 сәуір. Бұл күні Шекспир мен Сервантес А туған, Б өлген, С танысқан, Д алғашқы кітаптарын жариялаған. Половика соңғысы болу керек. Екеуі бір күн туған или өлген? Давай лучше туған екеуі. Екеуі бір күн туған бір күн. Туған күн бір күн дейік. Авторлық өлген де шығар. Жоқ, енді половики просто сәк тупо аласың, дасы болу керек. Просто кітап болса, туған күні ғой, по идее. Екеуі бір күн туған да. Туған да. Шекспир мен Сервантес екеуі ойдан шығарылған деген сияқты. Міне 7-ші сауал қандай химиялық элемент қаланың құрметіне қойылмаған? А Гольми, Б Лютеций, С Гафни, Д Гадамини. Мне кажется, Лютеций. Да, Лютеций в Париж. Гольми деген Стокгольм. Гафни деген, кажется, Копенгаген. Да, Гадамини сам. Жеті дедеш? Лютеций қалай? Париж болды? Ескі атауы? Ескі атауы? Ескі атау? Ол Рим Тотылбар деген ойынға жатып алыңыз. Лютеций болды ма? Лютеций болды ма? Лютеций болды. Құрметті бірінші тур кіріспе кезеңіне берілген негізгі уақыт аяқталды. Галлияда ма? Бірінші сауал мындай болғанды. Қазақта қандай жырау болмаған? А табан, Б маңғаста, С еттірі, Д сыбырақ. Ая, дұрыс пен. Екінші сұрақ. Қай елде жазғы олимпиада ойындары өтпеген? А Швейцария, Б Швеция, С Финляндия, Д Нидерланды. Үшінші сауал. Күн жүйесіндегі ең үлкен серік А Ай, Б Ганимед, С Титан, Д Фобос. Екінші шошып кеттім. Төртінші сұрақ. Сағат стрелкалары қанша градус бұрыш жасайды? А 120, Б 135, С 150, Д 165. Бесінші сұрақ мынадай болған еді. Жақы дегеніміз ол әбзел, киім, жиһаз, не әшекей. Алтыншы сұрақ бүкіләлемдік кітап және авторлық құқық күні 20 сәуір. Бұл күні Шекспир мен Сервантес А туған, Б өлген, С танысқан, Д алғашқы кітаптарын жариялаған. Және 7-ші сұрақ қандай химиялық элемент ханының құрметіне қойылмаған? А Гольми, Б Лютеций, С Гафни, Д Гадамини. Сонымен құрметті достар, ұйымдастырушыларға парақтарыңызды жоғары көтеріп көрсетсеңіздер, оңайырақ алып кетеді. Ендеше құрметті достар, ешқандай команда қалыптауының болмаса, кезектегі команда бұл турдың бірінші бөлігін дұрыс жауаптарын білейік. Жауап деген болмаған. Жауап табылса, ортасындағы мағасқа жауап, сыпара жауап ішіндегі ең атақты болуы С етір деген жауап болмаған. Екінші сұрақ. Швейцарияда жазғы олимпиада өтпеген, Швейцарияда Стокгольмде өткен олимпиада қысқы болатын, ал Стокгольм, Хельсинки және Амстердам қалалары, яғни астаналары бұл өткен жазғы олимпиаданы қабылдаған. Скандинавиялар болса да қабылдаған екен. Үшінші сұрақтың жауабын бірге білейік. Ганимед ең үлкен серік болып табылады. Юпитер ең үлкен планета, оның серіктерінің бірі. Үлкен төрттегі құрамда Ганимед күн жүйесіндегі ең үлкен серік болып табылады. Яғни Айдан да, Титандан да үлкен деген сөз. Төртінші сұрақтың жауабын бірге білейік. Бұл 150 градус. Сіздер сағат 12, ал сағат тілі мысалы 3-те тұрса 90 градус. Содан кейін 4-ке барса 120 градус, 30 градус
беске барса 20 градус, сөйтіп алтыға барған кезде тік сызық болады, яғни 180 градус деген сөз. Иә, сонда дұрыс жауабы С 150 градус. Бесінші сұрақтың жауабын көрейік. Жақы дегеніміз ол және бұл турдың 6-шы сұрағының жауабы өлген. Қазақстан жауап, яғни бұл білі Шекспирдің сырғыз. Өлген көке сол жасайды екен. Мақазаймыз бұлардың бөліміне. Дегенмен еске түсіру мақсатында. Өлген қатты қатысы бар деген ғой. Және 7-ші сұрақтың жауабы Гагарин. Гагарин ол химик ғалым болған. Көрмейді түсінсеңіздер, бұл Стокгольм қаласының өмірлетіне қойылған. Сондықтан екінші бөлімі Гольм, Холм, яғни түрмеді. Лютеция деген Лютеция Париждің ескі атауы. Лютеция қаласы, яғни Париж қаласы бұрынғы атауы. Гафни қаласы деген қала жоқ, бірақ Гафни деген Копенгаген қаласы. Битва экстрасенсі болады ғой. Бұл турда әр сұрақта 1 минут уақыт беріледі. Қисын, яғни логикаға негізделген тур десек болады. Сонымен іске 1 минут, 1 ұпай, бірінші сұрақ. Кеттік. Антананаривадан «Вокруг света» журналының тілшісі оларған жасалған күректер сатып тұрған сатушының өледі. Мадагаскарда лемуры бар, оларға кездеседі. Оларды атаңыз. Олар не? Шақ па? Шақ. Кеттік мен айтып тұр. Керекті план сияқты бір деген емес пе? Мадагаскар мультфильмінде бар, шақ ішінде тұрады. Лемур шақ нәрсеміз бе, секіріміз бе? Әлі ондай емес пе? Мультфильмінде шақтың ішінде лемурлар жүр Мадагаскарда. Мына вокруг светада былай болды. Көптер, шақтан жасаған көптер? Оларда шақтың темір жасаған. Может, лемурдың? Лемуры бар, значит. Лемуры бар, оларда келеседі, оларда таныс. Кеттік, мен не айтып, поехали. Корабльна, ғарыш кемесіне, не кеттік. Типа, бет ашайық кеспе, алғашқы сұрақ, бірінші сұрақ. Бетте сатып құран сатыршын. Мына жерде жауаптар бар шығар, может? Екінші сұрақ, аңызға сәйкес суретші эскиз жүзім тасып бара жатқан баланы шынайы салғаны соншалық олар пайда бола кеткен екен. Дегенмен эскиздің өзінің көңілі ойға толмаған. Өйткені оның айтуынша бұл баланың өзі, яғни баланың өзі сәтсіз салынған деген сөз. Ал Құралбай Молдағалиевтің сөзіне жазған әнде олар не істейді? Жоқ. Жүзімге не үшін масама или шыбын жинаса шыбында... Ау! Бір шыбындар ма, масалар ма? Аралар ма? Өлең бар ма? Жоқ, аралар жинаған аралар. Көкеде жүзімдер, жүзім жүзімдер не болған? Шынай болғанда оған не жинаған? Шыбын ба, маса ма, ара ма? Жәдіктер. Бұл баланың өзі сәтсіз салынған дейді. Может, нелер көбелер бірдеңелер шығар. Может, кешіп кеткен жүзімге қонатын немен оған? Бір өлең бар ма? Қандай өлең бар? Маса, ара. Кәдімгі эстрада ойнар. Көбелек, Саған. алатау, гүлдер. Ән. Маса, айттым ба, ән ғой. Қайтып келмейді, қойды. Өлгендер қайтып келмейді? Өлгендер ғой. Сіздерге ұсынылған суреттер бір америкалық әуежайдағы оның бөлігін көруге болады. Оны алғашқы екі сөзді бірдей әріптен басталатын 3 сөзбен атаңыз. Яғни оны 3 сөзбен атау қажет. Бірақ алғашқы екі әріпі бірдей әріптен басталатын еске ұстаған жөн. Не ғой? Сипаттайтын. Паспорттан тұрын ба? Сипаттамалық 3 сөз болу қажет. Алғашқы екі сөзі бірдей.
қамау іздеп жатырмын. Екі сөз бірдей. Бірдей айтып емес қой. Шемші кетіп білме? Дәл. Шылым екі сөзіне алғаш әрпі бірдей. Темек тартады. Шемші кетіп емес темек тартады. Төртінші сұрақ, Олимпиадаға қысқа етекті киіммен өнер көрсетуге алғашқылардың бірі болып әйгілі мәнерлеп сырғанаушы Соня Хейге рұқсат берген. Өйткені Соня Олимпиада кезінде 11 не? Яғни сөйлемді аяқтау қажет. 11 жас 11 ай ма? Сөз білдіңіз? 11 мүмкін бой шығар. Анау сантиметр емес. Бар ғой, басқа өлшем бар. Жоқ, ол келмейді. 11 фут те слишком көп қой. 111 сантиметр. Нет, кезінде 11. Ана жерде мүмкін сан жасырған шығар. Көтермен қосылған. Айттым ғой, сан тұр ғой. Бір сан қалып. бір рет құлаған, бір рет не істеген или там Қысқа етек киімі юбка емес қой обязательно. Иә, юбка болған кезде ұзын болса, не ол киім киімсе, Соня киім. Бірінші. Олимпиада кеткен Соня. 11 рет құлаған шығар. 11 рет травма алды. 11 рет құлаған. Аяқта 11 нүкте, иә? Бірден кейін бір сөз бар, иә? 12 сөз. Секірме шас. Бесінші сұрақ, SpaceX компаниясы өндіріс кезінде сынақты үлгілерді аямай түрлі батыл идеяларға барады. Әрине, ол күллі идеялар сәтті бола бермейді. Әзіл-қоймар тіпті SpaceX-ті техникалық компания деп атайды. Сұрақ мәтінінде біз қандай төрт әріпті жойып жібердік? Мына жерде X-ті компания деген сөзді мына жерде тағы төрт қысап өткен мына жерде. X-ті. Біз X-тің орындауы керекпіз бе? X-ке төрт әріп қосыр ғой, X-ке. Space Force па? Жоқ. Типа Space-ке X-ті техникалық... Xerox дегендегі Aerox па? Иә, Aerox-ті. Да, пожалуйста. Сонда, Xerox-ті компания. Жауап мынада. Не? Aerox. сондай бола ма? Иә. Былай жазам ба? Aerox, да. Төрт сұрақ қандай болды? 4X, да? 11 рет, да? 11 рет. 11 не болады? 11. Осы 11 жаста шығар. 11 жаста шығар. Кезінде? Осы кезінде бастайды ғой. Иә, Соня Олимпиада кезінде 11 деді. 11 жаста? Слишком ерте как-то. 11-ден ештеңе істей алмайды, 11 жаста. 11. Бұл видеоның қайсысына шай саңырауқағы ретінде де танымал. Оның атауы испан португал тілін еске түсіруі мүмкін. Алайда ол жапон тілінен енген. Оның атауын еске түсіріңіз. Уақыт. Шай саңырауқағы. Португал тілін еске түсіру. Улум ба? Бірақ испан португал тілін... Бірдеңе осы деп сәтті болды. Может? Матча. Үйрезу соқ. Камбуча. Может, камбуча. Камбуча? Одан басқа жоқ қой. Да, дұрыс. Бұндай сөз болуы мүмкін айтқан келеді. Жапондар методологиясында. 11 сан. 11 рет. 11 жаста болған, да? Пока жаста болған жазып қой. Сосын қандай бір сұқын сияқты болды, жауап бермейін. Жауап жазайық. Мадагаскар, лемур. Мадагаскар лемур Шақты шығарсың? ол әуежайда болған да. Одан кейін кіріп салған әуежайда. Адам Мадагаскар мультфильмінде ұшақ құлағанда соның іші просто необитаемый остров сияқты. Үндістанның бір шағында бір тілі ұлан тудырды. Ол үйлерді қирағып, жергілікті тұрғындарды өлтірді. Сөйте тұра тілі ақылды болатын және оның тұрағын іздеп табуға болатындай із қалдырмайтын.
ақыры тілі 2006 жылы ақ шекеден атып өтілді. Бұл тілдің лақап атын атаңыз. Бен Бен Ладен ба? Басын атып тұрып кім бар? Өзінің де қайда тұратынын білдірмейді дейді. Мысалы Бен Ладен. Ақылды. Жай болған шығар. Үндістанда бұл құдайлар бар ғой, көп тұрады. Еще тек шекеден атып өтіп тағы бір сондай бір Лакшми, Кришна. жоқ, тек шекеден атып өтіп. Ешкімнің аты? Жоқ, рас шынын айтқанда может террористердің аты болған шығар. Бен Ладен 2000 жылы. Бен Ладен бірдеңе деп атып. Может, із қалдырмайды. Кім болады ол? Ниндзя. ниндзя. Может, да? Ладно, продолжай. А мен еще, может, матерация ма? Типа, Зидан матерация 2006 жылы. Бірақ келмейді, да, неге? Бірақ 2000-нен бастап да? 2000 жылы ат қою керек болған. Бірақ өлтіргеннен болған шығар, атын. Сонымен құрметті достар, екінші бірінші сұрақ кетті. Жазып үлгересіз бе? Одан шыға вопростарға жолдауының біріншісі олардан жасалған сатушыны көрегі Мадагаскардан лемуры бар. Оларға деседі, оларды атаңыз. Екінші сұрақ хатыңыз баланы шынай салғаны соншалық олар пайда болады дегенмен Зевскистің өзінің көңілі онша толмаған, өйткені оның айтуынша бұл баланың көзі сәтсіз салынған сөз. Стақан, шарап, виноға байланысты жүзім шараға. Үшінші сұрақ, сізден болған суретте бір оның бөлімі бір куә болма? Маса, шыбын. Аққу құстар, тырналары. Аралар ма жүзімге? Төртінші сұрақ, көрсетуге алғашқылардың бірі болып, әйгілі мәдениет сырғанаушы Соня Хелдер. Сөйлемді аяқтаңыз, 11 немене? 11 рет құлаған дейміз, 11 жаста дейміз. Бірнеше сөзден аяқтау болады. Бірінші сұрақ, үлгілерді аямай түрлі вақты делағылған. Әрине күлбеке Бірнеше сөзбен дейді. Бірінші сөзбен 11 жыл орын алған. Атайды. Сұрақ мәлімде қандай төрт әріпті жойып, жібер жүріп, төрт әріпті сәндіріп. Алғыш сауап бұл ежелгі табиғи. 11 рет құлаған ұзын көйлек, 11 рет құлаған жақ. 11 рет құлаған. Оның атауын еске түсіріңіз. Бірақ сегодня қиын жақсы. Және жетінші сұрақ, үстаның бір шағында бір күні қуаны туылды. Оның жөрдіңлері жергілікті тұрғындары Ақырыптында 2006 жылы Қамшекеден атылды. Бұл тілдің лақап атын атаңыз. Сонымен құрметті достар, Елестердің аты Каспер деген сияқты. сол парақшаларыңызды жоғары көтерсеңіздер, көруге оңайсыз. Ұйымдастырушыларға Бен Ладен аз кетсеңіз. бірақ 2001 иә? Оның басына атылдық дейді. Артынан із қалдырмайды. Кім? Із қалдырмайды. Террорист, Ниндзя. Матерация жоқ, матерация. А? Матерация бере жоқ. Матерация? Матерация. Із қалдырмайды деген қалай бар? Напиши. Не білеміз, қандай вариант, короче. Сонымен құрметті достар, оңай емес тұршағында, алдымен салыстырғанда Сонымен құрметті достар, бірінші сұрақтың жауабы жол белгілері. Мадагаскарда бүгін кедейлі тұратшыға жол белгілерінен күрек болып жазып жатады екен. Ал кейбір жергілікті жануарлар жол белгілеріне енеді, мысалы норвегия тұрғындарға. Бүгін достар, бұл сұрақтың басына сіздерге емеуі шағын ғана Лемурдан жасалған осындай ежесем. Лемур суреттері болады. Екінші сұрақтың жауабын білгенде қайда қарағанда
құстар пайда бола кеткен өйткені жүзімді шын деп ойлап алайда ала сәтсіз болды өйткені келмеуі де керек шынай сала алмағаннан көңілі толмайды олар деген құстар ал нұрғалиевтің сөзіне жазғаннан кейін олар құстар пайда болған қайтып барады суретке құстар ұшпай ма соны айтып тұрмын мен жүзіміз шынайы болып шыбындар ұшпай ма бірақ құстар ұшпай ма деп үшінші сұрақтың жауабын бірге берейік ол шылым шегенің орын бойынша 300 Biz bölmeni de bola veremem. алғашқы экономика бірден басылуын сұраған едік өздеріңіз көргендей сіздерге берілген фотографияның бөлігінде кәдімгі жобаның түбі екіншісінде қоңырқай тартқан болып кеткен ол сол жабық помещениенің болса төбесі ысталып қалғанын айтуға болады бұл біздің темекішілер қауымға мүмкін оңайырақ сұрақ орнына еді сонымен бұл сұрақ жауап темекі шегетін орын темекі шегетін жер бөлме тағы басқа қамтылады төртінші сұрақтың жауабын бірге берейік жасты адамға қазірдің өзінде мәнерлеп сырған осылар олимпиадада 15 жаста жасында да олимпиадаға қатысқан екен осы мектеп сөйтіп жай ғана оның тізесіне де төмен түсіп кетермеді бұл кезде бұл қыздар да суретке кезде кішкентай қыз болатын сондықтан оған қысқа етіп келуге рұқсат берген формасы бойынша жауабы бір жасқа болған бесінші сұрақтың жауабын бере берейік ол пиво барлығы сәтті болмайды яғни кейбіреулері жарылып кетеді техникалық емес пиротехникалық компания деп атайды сонымен қатар бұнда сіздерге барлық идеялар немесе бүкіл идеялар емес түрлі идеялар берілгеннің өзінде қосымша шағын төлем болады яғни олардың заттар сонымен алтыншы сұрақ жауабын бірге берейік бұл камбуча португалдың ескеп түсіріліміз алайда сұрақ формасында оны атаңыз дедіңіз сіздердің бұл сұрақты бұған дейін анық бұл фактпен кездескендеріңіз естеріңізде болуы тиіс немесе әйтеуір жолыққандарыңызға сенімді түрде сондықтан оны еске түсіріңіз деді камбуча әр ойын сұрағанда бүгінгі ойынның басында аталған іс жүзінде камбуча деген шайсан қаумағы деп аталатын сусын және жетінші сұрақты жауабын бірге берейік ол жалпы сөйлемде өзі ұлан сөздері деп басталады бізде ұланға қандай сөздер жасырғанбыз ары кес деген сөз жасырған сонымен қатар барлық сөздер үйрету өлтіру 2006 жылы шекараны өлтіру ізін қалдырмау осы сипаттамалардың барлығы тек тілге ғана емес оны атау болмаған тұлғаға да тән екенін сонымен үшінші кезеңнің бірінші сұрақ мынадай гимназияда бұрышқа тентектік жасаған баланың иксін тұрғызады икстердің тарихы 1995 жылы жарық көрді ал қай отандық әртістер икс жинаумен айналысады уақыт атап өткендей кейбір романдар құстар деген жауапты жазған алайда формаға назар аударуды сұрап осыған да үйренейік ойыншықтар шығарады қай әртістер деп тұр ғой қыздарына қарап жауабы қарақатпен қыдырады қыдырады қарақатпен әртістер қай әртістер шығады екінші сұрақ өзінің басқа туындысы үшін ән салып отырған адамды атаңыз
ақырында атаманның ақыры сонда бастығы астынан ашып астынан ашып па атаманның ақырын өледі кім астынан ашып па содан енді атаман ақырында атаманның ақырында кім ойнайды анау қазақтың астынан ашып қояды Транссибирский экспрессте сол Транссибирский экспрессте сол Транссибирский экспрессте кім ойнайды сол немен сол точно менің плейлистімде бар просто менің плейлистімде бар кейін көрсетемін қазір менің favorites деген не бар соның ішінде осы не бар осы өлең қаптайтып қойды тыныш болып қалып қойса кезде соғысып айтады ма соның дауысы ма жоқ сол астынан ашып көрсетемін оның дауысы ұқсамайды сол Транссибирский экспресс ойнағанда тұншыбайды басқа емес сияқты тұншыбайды бұл сұрақтағы караокеге өзі қарасаң аса қатты рөл жоқ. Үшінші сұрақ, Шрек 2 мультфильмінде кейіпкерлер үйге тамақ алып беруге тапсырыс береді. Оларға тапсырысын кім жеткізеді? Ол уақыт. Какой-то фильм аты қазір беткетін тырна ма тамақ жесетін додол ма қандай кітап өтеді тырна шторай ма мен сонда не тамақ алып береді тамақ тырна емес айыс болуы мүмкін балалар тырысады ма тамақ жейді сондай фильм қалай көрдік қой сен қалай есіңде жоқ есімде жоқ просто мақ қояды мүмкін пряник алып келетін шығар кім? пряник бар ғой кажется арқасына не салып сол пряник бар ғой жейтін соның ішінде кейіпкер адам пряник бар кішкентай бірақ ол солдан сыйла ма мне кажется сол у него же это было андай или арқасына салады тасбақа ма сумкасы қандай не бар қандай сервис бар тамақ алып қояды әйгілі убер ма Төртінші сұрақ, біз желі қолданушысының постындағы екі сөзді сәйкесінше X және Y деп жаздық. Y туралы жазған кеңестік қазақ X-ін атаңыз. Форма. киік адам мен киік адам мен киік киік кіші қырылып отыр ғой киікті атпауды сол туралы қазір киікті атпау темасы қырылып жатыр кеңестік қазақ X хем киік қазақ пен киік қазақ дейсің ба адам дейсің қандай сұрақ не деп отырсың сен қазақ пен киік Өзекті. кеше Қатты экология қарашы. министрлігі айтты ғой иә 80 мың киікті атуға рұқсат береміз көбейіп кетті деп соған халық қырылып жатыр атуға болмайды адамдар көбейіп кетсе ма адам қазақ көбейіп кетсе ма деген ойлап айтады ана сол жерде қазақ көбейіп кетсе арашысы игректер арашысы адамдар көбейіп кетсе адам немесе қазақ скорее қазақта адам көп адам жақшаштар қазақ деп жазайық жоқ ана авторды жазу керекпіз ба ақса кімнен кеңестік сәйкес сейфуллин ба кімнің несі бар кімдікі соны сатты ақын шапты бізге сол туралы жазған игорь сейфуллин жазған өлең ақбөкенде өлең орысша жазып тұр форк дегенде вилка айыр козырьки ма не ма эксчейндж деген обмен да алғаш ашылу может қазақстанға сериал шығады емес пе жаңағы не ол жаңағы маньяктар туралы емес пе ход королева королева а королева
кеңсе деген офис емес па? Просто неде форк болу неде. Не емес пе? Фоткерлер сияқты негізі. 530 емес. Не емес пе анау Newsroom А что, Вилка играет? Сол Newsroom ба, офис па? Openings деген деді. 60 сомға Алматы және Қарағанды қалаларында ескерткіштер қайта іске қойылған. Это Цой, да? Бесін не жүрсің? Беске фоткерлер видишь? Это форк деген бар просто неге не қоясың? Вилка қоясың, вилка. Шахматный вилка. Opening деген дебют, анау exchange просто айырмашылықтар. Қайсы? Деген? Королеваның фоткалып жазса орысша. Киік па, қазақ па не деп берсін? Киіктің біреу сол туралы жазған адам совет кеңестік адам жазды дейді. Кеңестік адам жазды дейді сол. Киік туралы жазған кеңестік адам жазды дейді сұрақ бізге. Сұрақ формасы бойынша кеңестік адам жазды. Сол бос па? Арқан киік деген баласы бар деп өлеңі бар. Не, сол сәкен Қандай жанр? қандай жанр? Точно натюрморт değil mi? Натюрморт var. Ayda normiş. Значит, импрессионизм атау жанр деуге болады. Атау жанр деуге болады. Но неме, әжеме, колыбельме ме? Атау типа атаудың сол атаудың натюрморт деген басқа. Жанр. Ертегі. Рассказ. А может ертегі дей салайық? Ертегі. Әжем ертегісі, әжем фольклор. Қандай жанр? Бірақ жанр Ертегі әңгіме. Ертегі көресіз ба? Ойландыр тағы. қайталау. Жазып қойып ертегі ертегі айтады. Атауы қандай жанр деп сөз. Может. Достар, картинаның жанры деп düşünеміз. Сонымен құрметті достар, біз Бесік жыры деген жанр ма? Бесік жыры, жоқ бесік жыры емес қой, бесік бе жоқ. жанр Шешек пряник па? Пряник па? Пряник па, или история ма? Или қасқыр? Жоқ, есін тастап қашады. Ашады да? Ау, Қашқа дейт сияқты пряник. Өзінше қалмыз. қайсында? Қазіргі доставкамен салыстырып тұрсыз ба? Да, даже сол кездегі доставка. Тырнасында. Жоқ, мультиктағыдай таптырып Сон бір смысл болып тұр осындай. Үшінші сұрақ, Шрек 2 мультфильмінде кейіпкерлер үйге тамақ алып беруге тапсырыс береді. Оларға тапсырысты кім жеткізеді? Может, дрон, там, не знаю, дрон по... Төртінші сұрақ, X дар көбейтілсе, біз желі қолданушының посттағы екі сөзді сәйкесінше X және Y деп жасырды. Y туралы жазған кеңестік қазақ X атаңыз форма, құрметті достар. Бесінші сұрақ, кейбір эпизодтары бойынша сериалды атаңыз. Адам туралы айтып X деп. Алтыншы сұрақ, Алматы және Қарағанды қалаларындағы ескерткіштер қай әдіске қойылған? Примерно ұлттық қоймыз. Асықпаш. Картинасының атауы, осы картинаның атауы жанр деуге болады. Қандай жанр? Картинаның суреттің жанры. Картинаның жанры емес. Жауаптарды бірге тапсырайық. Дайын болсаңдар, парақшаларыңызды жоғары көрсетсеңіздер. Хорошо. Бізге сен просто сендер лайбиц келесің ау сұраққа. Иә, келген жоқ. Сендер логика ойнайсың, просто есен түсіресің. Ендеше медиатордың бірінші сұрағының жауабы Қыдырәлі мен Қарақат.
финальде де бұрышқа тентектік жасаған баланың өзінде емес, оның ойыншығын тұрғызады. Ойыншықтар тарихы, то есть история, әйгілі мультфильм бірнеше кезеңмен түсірілген ол алғаш 1995 жылы история игрушек деген ал ойыншық шығарумен айналысатын отандар әрісі форма бойынша қарақат. Егер де басқа әрістерді білсеңдер ойыншық шығарады дәлдеп білсеңдер қабылдаймыз. Форманы сақтау жөнінде өтем айтып отырамын. Енді ең бірінші форманы жазып алайық. Екінші сұрақтың жауабын бірге білейік. Өзінің басқа бір туындысы үшін Қашат есін. Жалпы Шректе көптеген Европа, батыс ертегілеріне отсылкалар көп. Соның ішінде әртүрлі кейіпкерлерді Қашат дұрыс есін, бірақ кім екен есін жоқ екенде. кейіпкер есебінде бізге қызыл жерде. Әжесіне тамағы барады ғой. 400 сұрақтың жауабы сәкен сейфуллин. Қазіргі өзекті тағында постар, ақындар кейіптерді асабатты жерде қорғап постар жаза бастады. Соған сәйкес бірінші ақындар көбейіп кетсе, кейіптер олай аға түседі деп ойламаймын деп санайды. Ал кейіп туралы жазған кеңес қазақ ақыны бұл сәкен сейфуллин. Кеңестің енді қандай істегеніші. Өте совет құмар коммунист адам болған. 5-ші сұрақтың жауабын бірге білейік. Королева дедік. Давайте, мейлі. Жағас қорқасын. Астана ашып жазқойдың, астана ашып тұрған. Ход королевы дедік. Ал 5-ші сұрақтың спорт деп аталған, әрине кулинария қызбат жоқ. Ол жерде шақырттағы шақырттағы фигурларды Алтыншы сұрақтың жауабы Виктор Цой. Және 7-ші сұрақтың жауабы бұл картина атауы ертегі. Сонымен көрген достар, бұл торымыз аяқталды. Шағын, өрбейс, ол өрті үзіліс. Вообще ойыны келген жоқ емес бар екен. Вот Ренон айтып Әр сұрақта 2 минут уақыт беріледі. Сонымен, көрген достар, көлдері бірінші сұрақ. 1991 жылы бас мақсаты КСРО-ны сақтау болған келісімшартқа қол қоюға Ресей мен Беларусь, сондай-ақ түрік елдері Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Әзербайжан және түркі болмаса да мұсылмандық жағын Тәжікстан келісті. Бұндай бірлестікті журналистер 2X және 6Y деп атап кетті. X атауы дене мүшесінен шыққан, ал Y белгілі қазақ фильмінің атауында кездеседі. X пен Y-ті атаңыз. Уақыт. Стан дейін сөйлеміз көрі? Стан. Стан ба? Қанша стан? Россия мен Беларусь, типа. Азербайжан. Алты стан жоқ, да? Беловеж келісіп тұрады. Қатысы жоқ дейді. Сойда машинеңіз айтады. Екі аймен 600 бен. Жоқ, дене мүшесі. 6 ай ма, да? 6 ай. Дене мүшесі. Дене мүшесінен шыққан деп. Жоқ, ай бізде біріншісі. Иә, 6 ай. Қандай қазақ фильм бар ма ай деген сөз? Екі сатау дене мүшесінен шыққан. 2X 6 ай. 2X 2 күн. Екі орыс. Жоқ, деген екі көз. Бірден ай деген толған ай ба? Бүтін фильм бар. Ай мен ақын ба? Бірінде деген мультфильм. Аспандағы неден жақсы екі. Аспандағы алтыдан екі жердегі қолымдағы екеуі да. Қолымдағы 4 дене мүшесінен шыққан.
екі шоқ бар, екі қолғаппен бірдеңе емес пе? Екі X, Екі бас киіммен бірдеңе емес пе? 6Y. Y деген Бастан шықпай, екі бас киіммен бірдеңе. белгілі қазақ фильміне атаған кезде қыздан да қазақ қолдар осы. Екі баспен бірдеңе емес пе? Екі баспен 6 қол ма? Алты аяқта. Жоқ. Мына Y может дене мүшесіне қатысы жоқ. Екіншінің дене мүшесіне қатысы жоқ. Просто ол қазақ фильмі атауында болды. Y. Ал X қана тек қана дене мүшесіне только X қана қатысты. Y қатысты емес дене мүшесіне. X дене мүшесіне қатысты. Сол кездегі қолға президенттер түріне қатысты шығар. Екінші сұрақ, Queen's Park шотланд клубы 100 жылдан астам ойнап келеді. Осынау мерейтойды тойлау үшін клуб өзінің өтірігін көруге болатын форма шығарды. Қандай латын түбірлі сөзді біз өтірік деген сөзге ауыстырдық? Өтірік деген сөз ауыстырды. Fake. Латын түбірлі дейді. Өтірік, lie, false. Жоқ, Queen's Park деген Пазл емес да? Өзінің бірдеңесін көруге болады. Иә. Несін көруге болады. Атын көруге болады. Атын көруге болады. Можно да, штрих-кодпен істеп Иә, па? өзінің атын көруге болады. Штрих-код. Өтірік деген штрих-код келмейді ғой. Сканер өзінің несін көруге болады. Атау өзінің Өтірік QR-код деген не знаю. Пародия. Өзінің пародиясын көруге болады ма? Жоқ, пародиясын жоқ. дубликат деген сияқты. Өзінің оригиналын көруге болады. Найди латын сөзден шыққан. Или андай макет. Может, ол кезде почему не Queen's Park? Возраст. Queen's Park деген де Жасын көрсетеді. Жасын көрсетеді. Видишь, шалдар, жастар бәрін бақылау. Или андай восктан жасалған фигуралар бар ғой, манекен деген сияқты. Манекенін көру үшін латын түбірлі сөз. мүсін деген сияқты нәрсе, сол мүсін или манекеннің бірдеңесін көру үшін форма шығарады, киіз қойып. Ескерткіш. Или жастық шағын көру үшін бе? Өздерінің жастық шақтан 100 жыл. Тарих. Өз өтірік келмейді, өтірік деген сөз келмейді. Жоқ, өтірік деген сөзді ауыстыру керек қой. Өтірікке неліктен өтірік көрсету үшін? бір шығармасының сауатсыз кейіпкері өз бақ учаскесінен жұмсақ әккәсінің қалың қабатын тауып алады да, ежелгі замандарда бұл жерде X орналасқан деп топшылайды. X-ті алғаш болып көлік түріне теңеген Қасым Аманжолов. X-ті атаңыз. Неге на зеленом фоне жасыл неге? Актас деген пел Актас деген. Актас деген известный. Известный, да? Известный. Ана жасыл форма деп жазыпты, жасыл форма. Көріп болмасын, да? Жасыл. Не? Жасыл деп жазып Жасыл түсті известный, да? Понятно, жасыл. Актас. Сауатсыз дейді. X-ті алғаш болып көлік түріне теңеп Қасым Аманжолов деп. Қасым Аманжолов қандай өлең? Сол известныйден шыққан. Ол Актас известный неден шығу болады деп. Негізінен известный басқа өлден шығады деген сөз онда. Ол ойлап тұр, известный содан шығады деп. Осыны сауатсыз екен. Известный ол неден шығады деп, типа Жоқ, X орналасқан деп ойлап тұр, ол известный көреді де, Актас бірдеңе X X-ті орналасқан. алғаш көлік түріне теңеген кім бар? Аманжоловты айтып тұр ғой, Аманжолов. Қасым Аманжолов. Аманжолов теңеген дейді. X-ті қандай X ол? Анау X деп ойлаған дейді, Актас тұр, ол жерде X орналасқан деп ойлайды. Не орналасқан деп ойлайды? Ол жерде лава орналасқан деп ойлайды. Наркотик қайдан шығады? Қасым Аманжолов наркотик айтып берді ғой. Мұнай, темір жол, Нұқтың кемесі, корабль. Қасым Аманжоловтың ақ кеме деген шығарма сол кемесі. Сан Антонио деген бір Кеме емес.
Кеми шығарсың мұнда. Шіріп қалған. Кім Ағыс Мамыржановтың өлеңдері қандай бір? Кеми. Дариға сол қыз. Точно айта алмаймыз өлеңін. Қиын сұрақтар. Жасылға жайда жай қойып тұрмыз. Жасыл фонда. Ақпен жазып тұр. Значит, жасыл бірдеңе шығады деп ойлаған ғой. Аппақ жасыл. Ол жасыл ақ тастап тұрған жерде бірдеңе шығады деп ойлаған ғой. Значит, не ол? Шығады деп Мне ойлаған. кажется, ағаш сияқты нәрсе тұрмайды. Наталья Сидованың айтуынша, альфа ксро-да ВИЧ жұқтырушылардың шұғыл өсуіне алып келді. Ескендір Зұлқарнайымның анасы Альфа есімін күйеуі Филипп патшаның жеңісінен кейін алған. Қазақ тілді бір ел қолданушы альфа кезінде еліміз бір тұстас біргеді деп жазады. Альфа деп қандай сөзді ауыстырды? Вот точно, Олимпиада. Олимпиада ма? Олимпиада. Ол дұрыс. Олимпиада. Неліктен қолданды, не білді, қазақ тілі түсінбедім бірақ. Сол кезде ғана біз отырған көреміз ғой. Жоқ, бұл жерде. Во время Олимпиады ВИЧ көбейеді ғой. Оны просто әйеліне точно Олимпиада болған. Олимпиада, давай. Так, өтірік. Үшінші сұрақ не болды? Фейк деген мағынада емес қой. Известный түсінікті сияқты. Известный ағылшынша атау, латынша атау жоқ па? Құрамында не бар? Известный Екінші сұрақ не болды? Екінші сұрақ, латын түбірлі қандай сөзді көруге болады футболистердің киімінен? Латын түбірлі. Сидованы Сойтпен фейк па? Фейк па? Фейк ньюс. Анда не мозаик өтірік деймін ғой, өтірік мозаиканы түсіріп келемін, мозаик өтірік мозаик келмейді деп сұрақ. Ана жер бірақ дейді ғой. Мозаик ұқсайды. Балалар просто не етеді? Пазл, кубика. Пазл деген Фотосында формада. просто өтірік пен пазл екеуі байланыспайды, пазл деген английский слово. Кроссворд, мозаика. Пока жазып қойшы мозаика лучше, чем. Бірінші сұрақ қандай болды бізде? Жоқ. 2x. 6 y. Жоқ, сол кезде президенттер кім болды? Ельцин мен Белоруссияда кім ойып еді? Кучман ба? Может, екі крест. Түркі тілі болмаса мұсылман бір жаққа. Мұсылман бір жаққа. 6 ай. Дене мүшенің қай жеріне крест. Крест деп білмейді ғой. Екі Білмеймін, екі өз, екі... Екі бар нәрсесі бар, сондай бір дене мүше шығар. екі қолғап. Екі қол алты саусақ. Саусақ демейді, екі қол. Екі қолмен, екі қолғаппен. Игректі не деді? Жасырған кезде игректер. Просто бір шығарып Қазақстан бір фильмнің атына... Қазақ фильм деп атайды. Екі қолғаппен бірдеңе шығар? Давай, алтыдан басайық, алты не мүмкін, алты қазақ деп, соңғы уақытта фильмдер, алты оппа, алты сақа, алты ағайынды, алты бірдеңе. оппа қандай ақ фильмдер? Ағайынды болуы ғой, жаңағы нелер, мұсылмандар Алты ағайынды шығар. Ағайындылардың фильм бар ғой. Құрметті достар, күрделі тобында сұрақтарға ескеріп сөйлейік. Бірінші сұрақ мынандай болған еді. 1990 Екі дос пен алты ағайынды. бас мақсаты Екі бірдеңе алты ағайынды. Екі басшы мен алты қол қоюға Ресей мен Беларусь, сондай-ақ түркі елдері Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркі елдер деп Түркменстан, Әзербайжан және түркі болмаса да мұсылмандық жақын деген бар. Бұндай бірлестікті журналистер 2X және 6 игректер атап кетті. X атауы дене мүшесінен шыққан. Екі сіңлі, екі апа. Белгілі қазақ елінің атауында кездеседі. Алты ай негізі. Алты ай ғой, Алты ағайын деп тұрмыз ғой. алты ағайын. Екінші сұрақ. Екі сіңлі, екі апа. Думайте. Осынау мерейтойды тойлау үшін клуб өзінің өтірігін көруге болатын форма шығарды. Алайда бұл жерде өтірігін деген сөздің орнына басқа сөз қажет. Қандай латын түбірінің Слушай, не көресің ау, өзінің несін көресің бір шығармасының сауатсыз кейіпкері өз бақ учаскесінен жұмсақ Өзінің өмірбаяны или қабатын қолып алады да
ежелгі замандарда бұл жерде X орналасқан деп топшылайды. QR код жазып латын түбірлі қалай болады? ағаш болып қасында тұрып тұр одан кейін басқа нәрсе деген пока QR жасап пока Төртіншісірақ Наталья Сизованың айтуынша альфа сырада вичоптың шығу өсуіне алып келген. Үш төлемде. Альфа есімі педофилия патшаның жеңісіне қарындас пен ағайыншы қарындас Две сестры, 6 братьев. Она сестра ма? Үш төлемде үшті. үш қандай сұрақ болды Алғаш болып теңеді известный көлік түріне деген. Жайда тапсыра беруге болады. Мүмкіндігімізше газ Кеме, ағаш, жас деген шығар газ шығады да одан шығады ал газ деген машина газды машина теңей ма қалған сол сөйлеп айтқан шығар көлікке дейді ғой көлікке теңеп ұшатын көлікке теңеп Летающая тарелка ма? газды басқа вариант бар ма енді газ ағаш деген. Неге жазғы фонда болып тұрады? газ енді зеленый газ зеленый QR код деген дұрыс емес. Өмірбаян автобиография может. Автобиография деген бола ма? Биография. Латын сөзінен шыға ма? биография просто өмір жазу Биография. Ойлансайшы. жазасыз биография жазасыз QR кодта. QR деген латын түбірлі ма ол қысқартылған аббревиатура емес дұрыс жауаптарды бірге білейік, құрметті достар. Бірінші сұрақ деген сұрақ. Не деп жазғанда екі да? Бұл сұрақтың жауабы құлақшын және Татьяна. Ресей мен Беларусь, сондай-ақ Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Әзербайжан және Тәжікстанды екі құлақшын және алты Татьяна атаған екен. Мұндай бірлестікті еліміздегі құлақшын ойын қазақ тілінде болсын, орыс тілінде ушанка. Ене мүшесінің шыққан ал тақиға сөзі белгілі қазақ фильмінің атауында келді. Қандай фильм өздеріңіз сөйткен шығарсыздар, журналистер бүгін сонымен қатар сұрақ мәтінінде 1991 жылы мақсаты ксро-ны сақтау болған деген бас мақсаты ксро-ны сақтау болған деп берілген болатын мәтін. Сондықтан бұл сұрақтың жауабы әрине құлақшын және тақия. Ең бірінші сұрақтың бірі бүгінгі күніміздегі екінші сұрақтың жауабы статистика. Ойын спарк жадынан көрді, журналистам ойнаған кезде осынша ойын өткізген екен. Өздеріңіз байқағандай, онда жасыл, сары не қызыл түстер оның әдеттегідей көп спорт сайттарында белгіленетіндей жеңісі немесе тең ойын белгілеу болады. Өтірігін деген сөзі латын түрінде статистика деген сөздің ауыстырып өйткені білесіздер, өтірік үшке бөлінеді, өтірік және статистика деген бабадан қалған емес еді, бірақ Марк Твен сияқты азаматтардан қалған нақыл сөз бар екен. Яғни ауыстырылған сөздің өзі де бекер емес екенін түсінуге болады. Бұл жалпы 100 жылда ойнаған ойындардың статистикасы деп айтсақ болады. Үшінші сұрақтың жауабы мектеп. Сауатсыз деген сөздің өзі де астарлықтың жоғы. Жұмсақ актасының қалың қабатын қауым алады. Яғни осы жерде сауатсыздар қауымдар бұл жерде мектеп болған. Өйткені олар көп қалып қойған екен деп ойнаған екен. Өздеріңіз көргенде біздің сұрақтың барлық статистикасы жазылуында көрсетілген, сонымен қатар жасыл фонда яғни екі қатасының түстерінің бірі жасыл түс болып табылады. Сөзінде қоңыр түстердің көргенде мектепте алғаш болып кемеге келгенде қасым алғашқы болды. Оны неге көлік түріне деген мектепте? Көлік түріне білім кеме мектеп білім теңіз Түркі сұрақтың жауабы берген бұл олимпиада. Наталья Сизованың айтуынша, олимпиада ксро-да Вичиков жылдың шығу өтуіне алып келді. Олимпиада ксро-да тек бір айда өтті, Мәскеу 87 жыл. Ескенді жылдардың арнасы олимпиада есімін күйеуі Филипп патшаның жеңісінен кейін алған. Қазақ тілі бойынша олимпиада еліміз бір ұстаз бірге жазған. кеме деген айтылсын,
Құрметті достар, тәуекел турында егерде сенің жауаптарыңыздың қасында +1 деген ұпай Жоқ, бұл болса, оценка просто. сізге қосымша 1 ұпай әдет. Тәуекел деп сондықтан аталады. Ставка кімге болады? Бәстігу. Подряд басқа вариант жоқ бізде. Жоқ, оценка бұл. Просто оценка. Бірақ ол сұрақтарыңыз ұят болып дұрыс емес болмай қалса, онда -1 ұпай шегелеп тасталады. Сондықтан тек сенімді жауаптарға ғана бәстіктіңіздер. Яғни әр бәстігу қосымша 1 ұпай береді, сонда общий 2 ұпай. Бұршау -1 ұпай шегелеп тастайды. Ал жай ғана дұрыс жауап 1 ұпай, жай ғана бұрыс жауап 0 ұпай болады, ешқандай стандарт қоймасаңыздар. Тәуекел тобының бірінші сұрағына көшейік, құрметті достар. Пеленің мектептегі мұғалимасының сүйікті жазасы мынадай болған екен. Тентектік жасаған бала белгілі бір қозаны ұстаз отыруға рұқсат еткенше ұзақ сақтап тұруы қажет болған. Сұрақ: 1931 жылы не салтанатты түрде ашылып, яғни діни су шашу секілді рәсімдер жасалған. Яғни 31 жылы не салтанатты түрде ашылған? Діни рәсімдермен уақыт. Жуын Шіркеулер ашылғанда. Шіркеу ашылғанда. 31 жыл. 31 жыл қандай не? Ғимарат ашылған Иә. Ватиканда. Иә, неге бір позаға байланысты ғана. Анау сүйіп тұрған бала, сүйіп тұрған бала. Футбольная школа. Ақан? Сүйіп тұрған бала бар, қай жыл ашылды? Оны діни секілді жасалды бір екі талай оны. Тізерлеп тұрған ба? Тізерлеп тұрған бірдеңе мүсін ба сонда? Парижский богоматерия ЮНЕСКО. Неге Пеле туралы не сұрақ? Пеленің атқашы емес пе? Сол үстіндегі сұрақ Аяқтың не байланысы шығар, аяқтың. Бір аяқтың кім бар онда? Қандай не бар? Қандай бір не бар? мүсін ба? Мүсін бір аяқтың тұрады. Пелен бір аяқтың. Екінші сұрақ. Пелен ескерткіші бір аяқтың тұрады. Радио қолданушы Крис Рокты ұрған Уилл Смиттің әрекеті символдық мәнге ие дейді. Яғни X Y жеңеді. X пен Y дауысты дыбыстардың бәрі бірдей сөздермен аталады. Тас қағаз. Тас қағаз. Это не ол? Сулифан. Сулифан. Тас қағаз жасы. Не жаза бер оны точно. Қаншақ жаза бер. Бір сұрақ қойшы, қандай 30 жылы не ашылуы мүмкін? Не туралы ашылуы мүмкін? Діни болғандықтан 31 жылы Қай жерде? Россияда ма? Россияда трансфер теміржол деген. Солай бір идеологиясы университет Қазақстанда шығар. Осыдан 80 жыл бұрын не ашылуы мүмкін? 79 жыл бұрын. Алғашқы шіркеу ашылған. Вознесенский шіркеу. Ол қандай? Қандай поза болуы мүмкін? Бір лагерь ашылды ма, адамдарды қамайтын бірдеңе ашылды ма? Мен просто екі сұрақтың байланысын түсінбей тұрмын да. Біріншісінде ол не деді? Просто бізге біз көкөмітет типа, сонда екіншісінде поза сондай бірде бар шығар. Мысалы, Пеленің статуясын аяғын көтеріп бір аяқ қойып тұрған сияқты болуы мүмкін деп, бірақ Пеле статуя қойылды ма қалай білмеймін. Екінші сұрақ статуя басқа болды 31 Солай да жылы. мәселе. Үшінші сұрақ. Бірге жазушы Мұхтар Мағауин жұмыс істеп отырып, әзіл қараша екші беріп жұбайының арындауына ол ештеңе етпейді. X-ті бітірсем, Y-тің керегі жоқ деген. X пен Y-ті бірінші әріптерде, соңғы әріптерде бірдей сөздермен атаңыз. Яғни өз ішінде біріншіден соңғы әріптерде емес, бірінші Жүрегіңді ауыртасаң, жүректің керегі жоқ деп болады деген шығар. Бір он бір шығармас бар ма Мағауин шығармас? Мұқтарған шығармалар не ғой, не туралы? Мынаны не білмеймін. Жоқ, жаңа бірінші сұраққа статуя Христа Спасителя. 31 жылы ашылды, примерно сол жылы ашылды кажется. Статуя Христа Спасителя ғой ма? Иә. Примерно сол жылы ашылды. Сол бір сұрақ Бразилиядағы Сол просто Соңғы әріптер басқа, бірақ олар да өздері бірдей.
игрок Ақшаның да қажеті жоқ деген сияқты. игрок деген бір не болды ғой шығармасының аты может мен мерейім меркой біріншісі типа бүйректің керегі жоқ может или шай ішіп бірдеңе зиян ма не бауырдың бауыр бірақ бір сөзіне болады да Штырақтың Мариан шұңғырмасында сұйық көмірқышқыл газының су асты қайнар көзі орналасқан. Ол Францияның бір тарихи өңірінің құрметіне аталып алды. Ол өңірді атаңыз. Галлия ма? жоқ Бретон? шампан ба шампань давай шыннан жаза берсе ол не уақыт жетпей қалады шампан көп рет деп көрдің ба көп рет деп нені қалай ойлайсың сен Шығарма. бауыр Бірінші әріптермен соңғы әріптер. может типа осы кітапты бітірсең какой-то роман он- бітірсең роман бітірсең несі қандай осы романды бітірсем осы поэма осы романды бітірсем осы романды бітірсем маған может осы бауыр мысалы бір балалар қандай бір или не мысалы бауыр бүйрек бк осы повесть бітірсем или маған денсаулықтың керегі жоқ дқның керегі жоқ бірдеңені бітірсем аналық Бесінші сұрақ қазақ тағамдарын сәйкестендіріп орналастырыңыз. Әріп сан принципі бойынша жазсаңыздар жеткілікті. А. Әзіл, Б. Сірне, С. Ежегей, Д. Өндірші. С ежігі жегіден қайсы С ежігі үш сірне ма сірнеден қайсы үш сірне ма Стернеге қысап қой негізі. үш сірне үш в әсіп дегенде білмеймін бар асып деген екеуінің біреуі не оны Сол екеуін былай былай салу керек. бұл неге сірнеде отыз үшті анау не емес бір әсіп емес әсіп екен екі әсіп болады екі асып па иә точно ма екі аға сонда бір бізде қалғаны бір Ежеге қайсысы емес. бір д болады да қалғаны д қалған д қалғаны д қалды д қалған д сен ежеге точно бересің ежеге точно бересің ежеге төрт с деген бұқпан сірне неге басқа жоқ төрт с ежеге деген қайсысы ежіге деген төрт с ғой ежіге Алтыншы сұрақ. Ғасырлар тоғысында өмір сүрген суретші Д. Килько заттардың ішкі бейнесін көре алу қабілетін оған теңеді. Ол кімнің құрметіне қойылған? Уақыт. рентген рентген точно рентген ну точно ғой ма кімнің құрметіне қойылған кімнің құрметіне Еткеннің құрметіне. ну конор тренген сол өзінің жазушының аты не және ойластыр үшінші болды денсаулық ешқандай сұрақ қойшы сол денсаулық формасы қандай формасы атақ шығармасын қояды ғой енді жай шығармасын қоймайды ғой мынаны бітірсем не болмаса мына романды бітірсем или мына шығарма мұхтар мағауин братан балалар ма әлде басқа мағауин ба сен болдың ба сол шығарманы жоқ мен мұқтармаған үйде даже научтамын ғой Бір шолушы астрономиялық Килия көлінің түрі көптеген X шомылғанда келіп жатады. X-тер шынымен шомылатын болғанда топонимді жазыңыз. Қоқиғаздар шомылатын. қорғаушы фламинго да Фламинго. қорғаушы сонда ғой барады топонимді атаңдар еді сен қорғалжың жаңағы немес па мағауиннің несі бар ғой боранды бекет деген кітабы анау найман ана туралы айтады найман ана деген арасында өзі бар боранды бекет деген кітабы бар ғой мына боранды бекетті бітірсем бірақ бізге мына
шайдың қандай зияны, қандай орны бар? Или кофе. жоқ, шай ғой, шай. Көп іше беріңіз, көп іше. Қара шайды іше. Ұйқы. Егер бірінші қойып берсеңіздер, кез келгенін қабылдаймыз. мына ұлымды бірдеңе бітірсем Бірінші және соңғы әріптері бірдей дедіңіз бе? Иә, екі сөз, X-ті бітірсем, Y-тің керегі жоқ. X деген не деп тұрған жоқ, сіздерден құрметті жас командалар. Форма. шайды неге зиян Бұл может зиян емес, может реально ақша болып или ұйқының Перенің мектептегі мұғалимасының сүйікті жазасы болған екен. Тентектік жасаған бала белгілі бір қозаны ұстап отыруға рұқсат еткенше ұзақ сақтап тұруға қажет болған. 1931 жылы не салтанатты түрде ашылып, діни су шашу секілді рәсімдер жасалған. қалғандар жазып берді ғой. Екінші сұрақ, Reddit қолданушысы Крис Рокторның өзімен järgmesi символ мәнге иелейді. Яғни X, Y-ті жеңеді. X пен Y-ті дауысты дыбыстарының бәрі бірдей сөздермен атаймыз. Үшінші сұрақ, Reddit Мұхтарның ауылы жұмыс істеп отырып, әзірлесін қарашай шерлерді жұбайының алаңдауына ол ештеңе етпейді. X-ті бітірсек, Y-ті керегі жоқ деген. X пен Y-ті бірінші әріптері бірдей, одан сол әріптері бірдей, екі сөзді де атаймыз. жоқ, оның қатысы жоқ. Төртінші сұрақ. Шайды бітірсем қандай қажет жоқ деген сияқты ма? Сөздер бірдей olur. Бақа алпыстан Шайды бітірсем шекердің қажет жоқ. Шай, шекер. Бесінші сұрақ. Қазақ тағамдарының сәйкестендірілген орналасқан. алаңдағы неге алаңдау давление мысалы қуғынды қысымды бітірсем қуғынды ортасы қоя Алтыншы сұрақ. Қазақтар толықша өмір сүрген суретші. нені бітірсем қуықтың керегі жоқ. Заттардың ішкі бейнесін көре алуға Нені бітірсем нені керек жоқ дедіңіз? Қуық болса қырқы нені бітірсем қазақ бітірсем жетінші жаңа роман бітірсем сауал. Бір шолушы анау романға қояды анау оңдасын ресейде кембридте болатын сұлтан туралы қалай еді мұхтар-мағауиннің атақ шығады бұратаның балалары шыңғысхан туралы көп жазады ғой шыңғысхан туралы көп жазады ол шыңғысхан сонымен достар, шағын үзілістің алдында бүйрек Неге бүйрек? Шай. я просто какой-то орган білмеймін бүйрек не қуық болса батырды бітірсем бауырдың керегі жоқ сонда мысалы БК-ға тап басқа не керек или роман болса мысалы Бірінші сөз БК, екінші сөз БК сияқты болды. бауыр білсем бауырдың керегі жоқ базар білсем Базар ма? базардың бауыр жасан жауаптарша барлық ұйымдастырушылар алдыңыздар ма? Бірге уақыт алыңыздар, командалар, тапсырайық, құрметті достар.